Assalamualaikum dostlar. 42-71 konteynерli нөміріміз оңтүстік Кореямызда 24 күн ішінде келіп жетті. Контейнерімізді ашатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Болды, аша берсеңіз болды. Мінекей, сіздер контейнерді оңтүстік Кореяда қалай қылып осы жерге осындай бұны ашып қойып, контейнер өте қауіпсіз. Мінекей достар, ашқан бетте бірінші Mercedes E 300 автокөлігі және Hyundai Grandeur автокөліктері. Қазір көліктеріміз түсіретін боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Контейнеріміз ашылды, өте қауіпсіз жағдайда келді көліктеріміз. Мінекей бірінші Hyundai Grandeur автокөлігі и осы жерде Mercedes E 300 автокөлігі осындай әдемі пленкалармен қапталған, жан-жағы сырылып қалмасын деп, осылай қауіпсіз жүйелері орнатылған, істелінген достар. Өте керемет, көріп тұрғандарыңызда ағашымен барлығымен тірелген. Осы автокөлігіміз дөңгелектермен бірге келген екен. Қазір осы жерден от алдырып, артқа қарай шығаратын боламыз. Бізде бүгін басты рөлдерде Абзал ағамыз бен Махамбет ағамыз, қазір Тілеулес ағамыз келеді. Соның барлығы осы сіздердің көліктеріңізді аман есен түсіріп, күшті қып маңдай состояние. Достар, алғашқы көлігіміз Mercedes E 300 автокөлігі 213 кузовта. Көлігіміз осылай дөңгелектермен бірге тиелген екен. Өте төмен болғандықтан көлігіміз өте жақсы состояниеде. Шилдик бойынша 2019 жылғы достар. Көліктің салоны бәрі осындай өте әдемі, комплектациясы бәрі өте керемет, подогрев, душ барлығы бар. Енді келесі көліктерімізді түсіреміз. Қазір осыдан кейін осы көліктер туралы полный обзор жасап сіздерге көрсететін боламыз. Үйленбедім бе өзде? Бір келіп жүргенім. Үйлендім ма? Енді осы екен. Баяғыда бір шет кешеді ғой, екі әйелім бар деп. Кім? Алар ғой. Қазір шығып кетті олар. Яна неде барауқылғыда жұмыс істей ма, Отыра береміз осылай? Әбет бола ма? Безебе тұрамыз, не болды? Демал. Ассаламалейкум достар, алдарыңызда ең бірінші автокөлігіміз бүгіндікке келген Hyundai Grandeur H. Ол бізде рестайл болып есептеледі. 2015 жылғы рестайл екен. Қаяқтан білеміз? Алдын көрсетшермін, қараңыздар. Алдыңғы туманиктер бізде раздельный болады, және де решеткасы осындай тігінен кеткен болады. До рестайлдарда бұлай жалпағынан кетеді ғой. Сондықтан да бұл бізде 2015 крыша панорама жоқ екен. 5 ключевой доступ, жиналма лайнасы, повторители поворотников бар. Ішкі салон бізде кожаный. Енді Грандеурлердің комплектациясынан келетін болсақ, өте богатый жүреді. Ол рестайл болсын, до рестайл болсын. Қарапайым Грандеурлерде барлығында плавающий сиденье, память, орындықтарды жылытқыш, салқындатқыш барлығы бар. Қазір көлігімізді от алдырып көрейік. От алам екен. Мінекей ешқандай кедергісіз от алып тұр. Екі кілтімен осындай қосымша бізде бар болған 95 000 километр жүрілген екен, достар, қараңыздар. 2015-тен бастап. Оригинал пробег, ол жағынан еш уайымдамасаңыздар болады. 100% гарантиямызды береміз. Арт жағда бізде өте жақсы жағдайда орындықтарды жылытқыш, мінекей. Сондықтан да дәл осындай Grandeur автокөліктер қызықтыратын болса, байланысқа шығыңыздар. Енді 2015-тен бізде запаскілер жүрмейді. Тек осындай заводской насос және де домкраттары да жоқ екен. Сондықтан да заказ беретін болсаңыздар, осындай насоспен әкеп береміз ғой, заводтан шығатын. Қазір енді басқа видеоларда көрсеңіздер болады, қаншаға келді, барлығын қазақ нөмірге есептейміз. Келесі көлігіміз қазір шығып жатыр. Hyundai Grandeur IG. Енді бұл келесі кузов осы H-дан кейінгі. Қазір ол жайлы да толықтай тоқталып кететін боламыз. Достар, алдарыңызда 2020 жылғы бізде кузовта Hyundai Grandeur автокөлігі. Енді өте удачно шыққан автокөліктердің бірі, өзіме қатты ұнайды негізі. Енді токшы өзің моторист ретінде қайсы Grandeur-ды қатты ұнатасың кузовтар бойынша?
Негізі кузовтар бойынша, түрі бойынша, салоны, іші бойынша осы IG Grandeur'дің рестайлинг именно. До рестарының алдыңғы түрі, фары, көтені бәрі әдемі, конечно, бірақ салонның іші қандай богатый комплектация болса да бір дешевка екені көрініп тұрады да, мынау бірақ өте керемет. Мынаның енді мотор жағына келетін болсақ, 3/3 өте керемет. Тартымы да саған көшеде жүргенде драйвты да, адреналинді беретін мотор, енді GDI мотор, прямой впрыск, білетіндер ценит етеді, күтеді осы моторды. Бұл моторды күтіп теппесең, ассалаумағалейкум ғой, короче. Негізі ең бірінші сатқан автокөліктердің бірі осы кузовтағы именно Hyundai Grandeur автокөлігі Россияға Дмитрий деген бір кісіге сатқан болатын. 2.5 ет, бірақ оның объемы. Мынаның енді комплектациясына келетін болса, өте богатый сияқты, қараңыздар. 360 камерасы бар, повторители поворотников, 5 ключевой доступ, үстінде крыша панорамаға дейін бар ғой, үлкен деген. Ішін қараңыздаршы, ішінде сөз жоқ та, мынау коробка, переключатель, мына жерде былай поворот деген қоссаң, слепой зоналар барлық көрінеді. Мінекей қазір нені ашайық? Панорамасы бар. Мынау осының алдында IG Grandeur'да білетін болсаңыздар, өте бітті экран, және былай тач етіп тұратын еді да. Мынау кішкене өзінің прибормен бірге үйлескен әдемі үлкен дүйімді, өте керемет. Мынау ішінде отырғанда, салонда отырғанда бір комфорт чувствовать етесің, өзіңді бір богатый машинада отырғаныңды барлығын сезінесің, достар. Өте керемет автокөлік. Бұл жерде электронный ручник, автоход батырмасы, подогрев, обдув сидений. Мына жерде 2 бірдей USB порты бар екен. Және беспроводной зарядка. Так, мына жерде удержание полосы, кнопка стабилизатора, электропривод руля, память сидения, плавающий сиденье, барлық жұмыс жасап тұр, достар. Өте керемет автокөлік. Осындай көліктер тапсырыс беріңіздер бізге. Төртінші автокөлігіміз, достар, Hyundai Grandeur. Бүгіндікі өзі 3 Hyundai Grandeur түсті. Біреуі IG, екеуі осы HG. Бұл автокөлігіміз 2013 жылғы. Так, ішкі салонына келетін болсақ, тоже Grandeur'лар өте жирный комплектацияда жүреді. Керемет. 2013 жылғыға мынау салон, мынау комплектация, мынау вид өте керемет, достар. 2013 жылғы басқа автокөліктермен салыстырсаңыз, осы көлік біраз жерге дейін барады. Өзінің дәлелдеген керемет көлік, достар. Кондеры бар, подогрев, обдув сиденье, память сиденье, плавающий сиденье, электропривод зеркал, не керек, драйв мод, круиз контроль, мультируль. Осындай бюджетке, осындай комплектациямен, осындай көліктер таба аласыздар ма? Айтыңыздаршы, достар. Қараңыздар, көріңіздер, 3 литр бензин, газ, қай мотор болмасын, өте керемет тартымды, драйвты береді. Тек қана бензин моторына өте керемет күтім керек болады. Жалпы моторлардың барлығына өте керемет күтім керек, бірақ газы төзімдірек. Ал бензиніне күтім керек. Бензинін алғаннан кейін күтіп майын, бензинін, суын барлығын дұрыстап құйып ауыстырып отыру керек, достар. Достар, осылай көліктеріміз келгенде бізден сұрап жатады, анау қалай, мынау қалай. Әрине біз мотор жағын, не жағына өзіміз көмектесеміз. Бірақ мынау расходник деген заттар бар, сальник, прокладка. Мынау көбіне, онда пробегтары 150-ден асқан автокөліктерде кішкене клапанный крышкалардың сальниктары кетіп отырады. Оны енді өздеріңіз ауыстырып аласыздар. Сол жерде қарап тексеріп отырамыз. Ол егер май ақпаған болса да ауыстырып алуды сіздерге кеңес беремін. Ол күндердің бір күнінде ол ағады, өйткені оның пробегі келген уақытты сондай обслуживание жасау керек болады. Көлігіміз осы. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар. Тек автокөлігіміз, контейнеріміз дегеніміз 6911 деген номердегі осы көкті ашатын боламыз. Бол, біраздан баса беріңіз. Мінекей пломбаның барлығын шешіп, қазір ішінде бізде бір автокөлігіміз бар, Ford Explorer деген. Мына көзге бірден түсетін екі Kia K5 автокөлік. Достар, 6911 контейнерімізден Ford автокөлігін түсіріп жатырмыз. Бұның ішінде
4 автокөлік болды. Оның үшеуі өзіміздікі емес, өзіміздің бауырымыз тапсырыс берген. Ол 2 Kia K5 және бір K7 автокөлігі. Ал бұның ішінде біздің автокөлік мінекей атақты хит болып жатырған Ford Explorer автокөлігі. Осы автокөлігімізді қазір түсіріп, полный комплектациясы, кузов состояниясы, двигатель жайлы айтатын боламыз. Достар, жаңа айтып өткен Ford автокөлігіміз түсті. Осындай ақ түсті, ақ түсі өте популярный. Бұл автокөлігіміз 2016 жылғы және бұл 6.100.000 теңгеге Алматыға дейін келіп жетті. Достар, келіңіздер, ішін көрсетейін сіздерге. Limited комплектация, іші барлығы өте керемет. Мынандай система бар екен. Мына батырманы көрдіңіздер ме? Осы батырма арқылы анау педальдарды сіздердің аяқтарыңызға қарай ыңғайлап регулировка жасай аласыздар. Электронды регулировка, бұнда руль барлығы осы. Электронды регулировка, память сиденья, плавающее сиденье, полный электропакет, подогрев, обдув. Не керек дейсіз барлығы. Мына жерде бұл көліктің 3 бірдей кілтімен келген екен. Ерекше жағдай. 3 бірдей кілтімен келу өте ретки. Көлік өте керемет жағдайда. Осы көліктер туралы обзорды көрсеңіздер, бұл көліктер барлығы бірдей. Және бұның есігінің сыртында кодты замок бар.